Сәлем достар, Ханшайым каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге дәмі өте керемет, жұп-жұмсақ песочный пирог жасап көрсетемін. Песочный пирогты жасау үшін қажетті заттар: 300 грамм ұн, 10 грамм қопсытқыш, 3 грамм ванилин, 1 жұмыртқа ағы, 4 қасық қаймақ, 100 грамм қант ұнтағы, 180 грамм сары май, 300 грамм сүзбе, 80 грамм қант ұнтағы, 1 жұмыртқаның сарысы және де жем қажет болады. Және де құлпынай жемін қолданамын. Алдымен құрғақ сместерді араластырып аламыз. Оның үстіне қопсытқышты саламын. Одан кейін 1 шөкім тұз, ванилиннің жартысын саламын. Жартысын салмақ алып қоямын. Салып болғаннан кейін араластырамыз. Осылай етіп құрғақ сместерімізді араластырып дайындап қоямыз. Таза әрі құрғақ ыдысқа сары майымызды саламыз. Оның үстіне 100 грамм қант ұнтағын қосып миксерлейміз. Одан кейін жұмыртқаның ағын құямыз. Және де 4 қасық қаймақты саламыз. 4 қасық қаймақты салып болдым. Енді миксерлейміз. Оның үстіне ұнды жаймендеп салып отырып араластырамыз. Осылай етіп арнайы күрекшемен жасап аламыз. Осылай етіп қамырды пищевая пленкамен орап тоңазытқышқа 30 минутқа қоямыз. 30 минут өткеннен кейін тоңазытқыштан алып шықтым. Осылайша қоямыз да 2 бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігін алып қоямыз. Осылай етіп алғаннан кейін 4 бұрышты етіп жаямыз. Осылай етіп 4 бұрышты қылып жайып аламыз. Одан кейін арнайы қалыпқа саламыз. Арнайы қалыптың үстіне пергамент қағазын жаямыз. Арнайы қалыпқа қамырымызды осылай етіп жайып аламыз. Салмасын дайындау үшін таза әрі құрғақ ыдысқа сүзбемізді саламыз. Одан кейін оның үстіне қант ұнтағын саламыз. Араластырамыз.
Араластырып болғаннан кейін үстіне бір қасық қаймақ салып араластырамыз. Болғаннан кейін жарты ванилинді саламыз үстіне. Одан кейін жұмыртқаның сарысын салып, жақсылап тұрып араластыруымыз қажет. Осылай етіп араластырып болдым, салмамыз дайын. Енді оны қамырдың үстіне саламыз. Осылай етіп жасап болғаннан кейін енді үстін әсемдеуге кірісеміз. Қамырды жайып болғаннан кейін арнайы қамыр кесетін пышақпен кесіп шығамыз. Енді үстеріне қойып әсемдейміз. Осылайша етіп барлығын жасап шығамыз. Қамырды жайып алдым. Енді осындай арнайы құралмен гүлдер жасап шығамын. Осылай етіп гүлдерді жасап алдым. Енді әсемдеуге кірісемін. Пирогты қызып тұрған пеште 180 градусқа салып 35-40 минуттай пісіреміз. Достар, біздің песочный пирог дайын болды. Өте керемет және әдемі шықты.